Қайырлы күн баршаларыңызға. Бүгін сіздермен қазіргі таңдағы сатылымда жүрген микс пирогтардың рецептімен бөлісетін боламын, яғни 4 түрлі пирогтың рецептімен. Ендеше видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Бірінші пирогымызды дайындаймыз. Ол бізде лимонный пирог. Ұнымыз бен сары майымызды жақсылап біркелкі етіп араластырып аламыз. Араластырып болғаннан соң үстінен шекерімізді салып, тағы бір араластырып аламыз. Бұл бізде майдаланған миндаль, яғни миндальный мука қолдансаңыздар да болады. Мен өз басым миндальді майдалап алдым. Және де разрыхителімізді салып, жұмыртқамызды салып, қысып қамыр илейтін боламыз. Міне біз қамырымызды илеп болдық. Енді осының үстінен теркадан өткізілген сәбізімізді салып, біркелкі болғанша қамырмен араластыратын боламыз. Қамырымызды илеп болғаннан кейін жарты сағатқа холодильникке салып қоятын боламыз. Енді арасына салатын салмасын дайындаймыз. Жұмыртқаның сарысын лимонный соктан құйдым. Үстінен шекерімізді, крахмалымызды құйып, бәрін біркелкі болғанша араластырып алатын боламыз. Содан соң барып сүтімізді құямыз. Ал егерде сүтті бірінші құйып, қалған заттарды құятын болсақ, біздің сүтіміз іріп кететін болады. Қызып тұрған печкамызда қоюланғанша отта ұстайтын боламыз. Міне бізде осындай масса пайда болды. Енді осыны бөлек ыдысқа құямын. Жақсылап суы үшін тезірек. Біздің жарты сағатымыз өтті. Қамырымыз жабысып қалып жатқан жағдайда ұнмен араластырып жайып жатырмын. Қамырымызды пергаментке жайып болғаннан кейін табанның үстіне ауыстырып, сосын барып формамызға жайғастыратын боламыз. Формамызды үстінен басып, шет-шетіндегілерін алып, жан-жағына жабыстырып шығамыз, бортиктер жасап шығамыз. Бортигімізді жасап болдық. Енді ішіндегі начинкамызды құятын боламыз. Қызып тұрған печкамызда пісіріп алатын боламыз. Біздің пирогымыз пісті, суыды. Енді крем дайындайтын боламыз. Ыдысымызда мұздай сливки және де шекер салдым. Соны біркелкі болғанша, крем болғанша миксерлейтін боламыз. Кремді дәл осылай барлық бетіне жағып шығамыз. Шет-шетіне сахарная пудраны себетін боламыз. Біздің пирогымызға рең беру үшін, әдемілік беру үшін. Бұрыш-бұрыштарына мен клубника қойдым. Өз қалауларыңыз бойынша жасасаңыздар болады. Осымен біздің пирогымыз дайын. Біздің лимонный пирогымыз дайын. Енді екінші пирогқа өтетін боламыз, яғни творожный пирог. Ыдысымызға ұнымызды салып, бұны да тура жаңағыдай етіп қамыр илейтін боламыз. Қолмен илесеңіздер де болады. Мен комбайнмен иледім. Және де ұнның үстінен миндальный мукамызды салып, разрыхителімізді, шекерімізді бәрін салып араластырып алатын боламыз. Бұл жерде тек қана жұмыртқаны соңына қарай салатын боламыз. Бұл бізде творожный сыр. Барлығы біркелкі болғанша миксерлейтін боламын. Міне ұнымызбен бәрі біркелкі болды, осындай болады. Енді үстінен жұмыртқамызды бір-бірден салып, қамыр болғанша миксерлейтін боламыз. Біздің қамырымызға барлығы біркелкі араласты. Енді қамырымызды жинап алатын боламыз. Жарты сағатқа холодильникке салып аламыз. Енді ішіндегі начинкасын дайындаймыз. Ыдысымызда сүт және жұмыртқаның сарысы, шекерімізді салып, крахмалымызды салып, отта қоюланғанша ұстайтын боламыз. Осылай біркелкі болғанша қозғап тұруымыз керек. Біздің массамыз астына жабысып қалады. Осындай қоюлық болды. Бұны да бөлек ыдысқа салып алып, тез суы үшін үстінен творогымызды саламыз. Бәрін біркелкі болғанша араластырып аламыз. Енді қамырымызды жайып алдық бәрін.
бортиктерін шығарып, начинкамызды салып, қызып тұрған печкамызда пісіріп аламыз. Міне біздің пирогтарымыз пісті. Пирогымыз шет-шетіне сахарный пудраны сепіп шығамыз. Жан-жағына вафельный крошка септім. Бұны да өз қалауларыңыз бойынша сәндесеңіздер болады. Міне достар, біздің пирогтарымыз дайын. Әрқайсының өзінің ерекше дәмі бар, бір-біріне ұқсамайтын. Бұл қазіргі таңдағы сатылымда жүрген пирогтардың бірі. Осы рецептпен жасап сатуға шығарсаңыздар да болады. Видеом сіздерге ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Алда тағы да екінші пирогтың рецептін салатын боламын.